Қалдарыңыз қалай? Құрсын естің суретқа шығып тұрмасам, мен деген қазір домашний вайпқа кіріп кеткен ғой. То есть үйге кіріп кеткен ғой, үйден шыққым келмейді. Сондай бола ма? Менде сондай болып тұрады негізі. Ана бытовухаға еніп, и содан вот шыға алмай жатырмын ғой. Ештеңе істегім келмейді. Еще плюс қатты шаршағаннан ба лень, андай еріншектік напало на меня. И домашний вайпқа кіріп кеткен ғой, қандай үйдің ішінде ғана уюттан еден шыққым келмейді ғой ешқайда. Жұмысқа әзір бара жатыр. Жылдың басы, и менде сондай настроение. Все, бітті бәрі. Шығу керек уже. Что это такое? Нені қосу керек уже. Скорості. Обычно мен сөйтіп қатты бір скорості қос жерінде бірнеше шаруаны бір уақытта істеп жүргенде, а потом морально шаршап кетем. И қазір осылай бір жағынан демалып та жатырмын, но бір жағынан и прям меня засосало. Менің оқырмандарым жақын арада естеріңізде болса, мен Альфия атты энергия коуч, тета-практик, психологпен кездескен болатын. Ол менің таныс қызым негізі. Таныс келіншек. И сол кісімен өзім бір әңгіме жүргіздім да, енді өзіме де қатысты, жалпы маған вообще жалпы осы қазіргі уақыттағы психологтардың немен айналысып жүр, осы бізге керек нәрсе ма или керек емес нәрсе ма, дұрыс па дұрыс емес па, соны әлі де мен өзім анализ жасаймын да, олармен сөйлесем, оларға сұрақ қоям, өзіме анализ жасаймын, жаңағыдай. Сол сияқты өткенде сол кісімен кездесіп, мен сандық не дейді ғой, психология ма қалай? Короче, сен туған жылыңа байланысты саған описание береді. Жалпы отбасыңа, айналаңдағы адамдарға, барлығына. И в принципе, менде барлығы кәдімгі тұспа-тұс дұрыс келіп тұрды. Енді соңғы кездегі бір толқын болғаннан кейін бұл әлі де жалпы бізге бұл керек нәрсе ма, дұрыс нәрсе ма, мен білмеймін. Бірақ дегенмен қызығушылығым бар. То есть ол нәрсені танып білу маған қызық. Сол себепті мен Альфияға айтқам, давай екеуміз прямой эфир жүргізейік. Жалпы менің сұрақтарым көп. Оқырмандарымда сұрақтары болар. Өйткені психологтар барлықтар психолог болып өзін таныстырады, бірақ ары қарай жалпы ол практика не үшін керек, оның қыр-сырын айта бермейді да көбі, мысалы. Өздерін тек қанандай пакет сату үшін тек психолог қана ретінде представлять етеді. Осындай услуга, жаңағыдай ОТО жүргізіп берем деген сияқты анализ жасаймыз, тағы да не проблемаларды шешеміз деген сияқты. Мен жалпы өздеріне сұрақ қойғым келеді оларды. Сосын сол техниканы танып білгім келеді да, маған қызық. Мысалы, сол бізге керек нәрсе ма, ол шын нәрсе ма? Мен психолог болып кетейін жатыр деп ойлап қалмаңыздар. Бірақ дегенмен мен Альфияны сондай тікелей эфирге шақырдым. Кешкі сағат 8-де екеуміз бұйырса сондай әңгіме дүкен құрамыз. Қосылыңыздар, сұрақтарыңыз болса қоюға болады. Бірге сол сандық психологияны, жалпы энергия коуч деген ол кім, тета-практик деген ол кім, жалпы бізге ол керек нәрсе ме, қай моментте біз оны пайдалана аламыз, соны талқылау үшін мен ол кісімен сөйлескім келді. Бірге болайық, бірге жүргізейік.